Сәлем оқушылар. Бүгін сендермен бірге біз алгебра 9 сынып оқулығының 2-ші тарауындағы параграф 9 қайталанбайтын терулер комбинаториканың негізгі формулаларын қарастыратын боламыз. Осы тақырыптағы ат деңгейлі 3 есепті қарастырып өтсек, бізде қайталанбайтын теру ол осы формуламен беріледі ғой. Және де біріншісін қарайық. Біріншісі с 5/4. 5/4 дегенді формула қоятын болсақ, 5 факториал бөлінген 4 факториал көбейтілген жақша ішінде 5 азайтылған 4 факториал тең болады. 5 факториалды ыңғайластырып аламыз 4 факториалға қарай. Сонда 4 факториал көбейтілген 5 астында 4 факториалдың өзі және де жақшаның ішін азайтып жазатын болсақ, 1-дің өзі қалады. 4 пен 4 қысқарады. Сонда 5 бөлінген 1 5-ке тең болады. Екіншісінде с 5/3 деген. С 5/3 дегеніміз 5 факториал бөлінген 3 факториал көбейтілген жақша ішінде 5 азайтылған 3 факториал. Оны ары қарай есептейтін болсақ, біз 5 факториалды 3-ке қарай ыңғайластырып алсақ, 3 факториал көбейтілген 4 көбейтілген 5 болады. Астында бөлінген 3 факториалдың өзі жақшаның ішінен 2 факториал шығады екен. 3 факториал мен 3 факториалды қысқартып жердік. 4 пен 2 факториал дегеніміз бәрібір 2-ке тең ғой. 2-ні қысқартып жерсек, үстінде 2 қалады, яғни 2 мен 5-ті көбейтіп 10 деген жауапты алады екенбіз. Үшіншісінде с 6-дан 3 деген. Бұл жерде 6-дан 3-ті формаға қойса, 6 факториал бөлінген 3 факториал көбейтілген 6 азайтылған 3 факториал жақша ішінде тең болады. Ары қарай есептейік. 6 факториалды ыңғайластырып алсақ, 3 факториал көбейтілген 4 көбейтілген 5 көбейтілген 6 деп аламыз. Оны бөліп тастаймыз. 3 факториалдың өзін жазамыз және де жақшаның ішінен 3 факториал шығады екен. Бастапқы 3 факториалдарды бір-бірімен қысқартып тастаймыз. 3 факториал дегеніміз 1-ден 3-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі 6-ға тең болады. Осы 3 факториалмен 6-ны 1-ден қысқартып жібере аламыз. Сонда қалғаны бізде 4 көбейтілген 5, бізде жауабымыз 20 шығады екен. Ал төртіншісі с 11-ден 9 деген. С 11-ден 9 дегеніміз 11 факториал бөлінген 9 факториал көбейтілген 11 азайтылған 9 факториал болады екен. Оны арға есептесек, 11 факториалды ыңғайластырып аламыз. 9 факториал көбейтілген 10 көбейтілген 11. Асын жазып қояқ, 9 факториал көбейтілген 11-ден 9-ды айтсақ 2. Осы екеуін қысқартып жібереміз. Сосын 10 мен 2-ні қысқартып жіберсек, үстінде 5 қалады. 5 көбейтілген 11 тең болады. Бізде 55 деген жауап шығады екен. Екіншісі 5 қаламның екеуін және де 3 қарындаштың екеуі таңдаудың қанша тәсілі бар екенін табуымыз керек. Сондықтан 5-тің екеуін табуымыз керек, 3-тің екеуін табуымыз керек. Және де ортасында көбейту тұрған себебі және деп тұр, екі жағдайды бірге қолдану керек. Сондықтан көбейту амалын қарастырамыз. Бұны формула қойып ашып аламыз. Бағанағыдай 5 факториал бөлінген 2 факториал көбейтілген 5 азайтылған 2 факториал көбейтілген мына жағы тура солай 3 факториал бөлінген 2 факториал көбейтілген жақша ішінде 3 азайтылған 2 факториал тең болады. Біріншісінен бізде 10 деген жауап, екіншісінен 3 деген жауап шығады екен. Тең болады. 10 мен 3-ті көбейтіп 30 деген жауапты алады екенбіз. Екіншісінде 10-ның 3-еуін дейді. 10-ның 3-еуін деп жазып алдық. 7-ның 4-еуін деп жазып алдық, иә. Бірден тезірек қарастырып өтетін болсақ, ортасында бізде және деп тұр. Және десе екеуін бірге қолдану керек. Көбейту таңбасымен аламыз. Яғни формула қойып арға есептей берейік. 10 факториал бөлінген 3 көбейтілген 7 факториал, 3 факториал көбейтілген 7 факториал көбейтілген. Екінші жағында 7 факториал бөлінген 4 факториал көбейтілген 3 факториал тең. 7 факториал мен 7 факториалды қысқартып жіберсек, ары қарай 4 факториалға ыңғайластырайық. Ең үлкен 4 болып тұр астында. 4 факториал көбейтілген, ары қарай 5-тен 10-ға дейін жазамыз. Астын өзін жазайық. 4 факториал көбейтілген 3 факториал дегеніміз 1 мен 3-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі бір-бір ештеңе шешіп тұрған жоқ. Сондықтан 2 мен 3-ті жазайық. Мынау 3 факториал, мынау 3 факториал болып тұр ғой. Енді мына екеуін қысқартып жібереміз. Осы жерден көбейту бөлу амалдарын қолдана отырып, бізде 4200 деген жауапты шығарады екенбіз. Үшіншісінде 20 ер баланың екеуін таңдауымыз керек. 21 қыз баланың екеуін таңдауымыз керек, және деп тұр, көбейту амалын қолданамыз. Тура солай формула қоямыз. 20 факториал бөлінген 2 факториал көбейтілген 18 факториал көбейтілген 21 факториал бөлінген 2 факториал көбейтілген 19 факториал тең болады. Біріншісінен 190, екіншісінен 210 деген жауап шығады екен. Осы жерде екеуін көбейткен кезде бізде 39900 деген жауап шығады екен.
Үшіншісінде бұл соңғы есебіміз. Үшіншісінің біріншісінде с8-4 қосылған 8-3 тең болады мынаған деген. Бұл есептің шартында бізде теңдікті дәлелдеуіміз керек қой. Сондықтан бірінші осы сол жағын қарастырып формулаға қойдық. Ол екеуінен шыққан сан бізде 70 пен 56 болды. Екеуін бір-біріне қостық, 126 деген жауап шықты. Ал екіншісі бізде екінші жағында с94 деген. С94-ті формулаға қойдық, қысқартулар жасадық. Бұл жерде де 126 деген жауап шығады екен. 126 мен 126 өзара тең, теңдік дәлелденді. Екіншісінде бізде с8-4 қосылған с8-3 қосылған с9-5 тең болады с10-нан 5 деген. Бірінші сол жағын есептеп алатын болсақ, үшеуін формулаға қойдық. Біріншісінен 70, екіншісінен 56, үшіншісінен 126 деген жауап шығады екен. Үшеуін бір-біріне қосқан кезде бізде 256 деген жауап шықты. Ал екінші жағын есептеуге с10-нан 5 деген формулаға қойдық, қысқартулар жасадық, көбейттік, бөлдік, 250 үшелері бізде 1 мен 1 болады екен. Яғни 1, екіншісін формула қойдық, үшіншісін формула қойдық, төртіншісін көп нүкте, яғни арасында 4, 5 дегендер бар, иә. Қосылған ең соңында 1 деп тұр. Ең соңында біз есептеулер енгізіп, қысқартулар мүшесінен 6, 7 мүшесінен 1 деген шығады екен. Осылардың барлығын қосқан кезде жауабы 64 болады екен. 64 пен ең соңында жауабы 64 өзара тең. Сондықтан да біздің теңдігіміз дәлелденді. Осымен 3 есебіміз аяқталды. Назарларыңа рахмет, оқушылар.